Оқушылар, олай болса ары қарай жалғастырайық. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде көретін процессорларыңыз, яғни 6502 процессоры және Intel компаниясының 8808 микропроцессоры. Енді бұл процессорлер уақытында революция жасаған, яғни сол кездегі PC, personal компьютер, үйдегі компьютерлерде қолданған сол уақыттың, қалай айтсам екен, прорыв деп айтып жатамыз, яғни төңкеріс жасаған процессорлер болып саналады және компьютердің даму тарихында ойнаған рөлі өте ерекше. Және де бұл процессорлерді таңдау себебі қарапайым емес. Қарап отырсаңыздар, 6502 процессоры бұл Intel компаниясының емес, MOS Technology деп аталатын компанияның өнімі болып саналады. Және көріп отырғандарыңыздай, бұл 8 биттік микропроцессор. Және де осы компания бүгінгі таңда заманауи процессорлар шығарып дамымағанмен, осы процессордың кезінде ойнаған рөлі өте жоғары. Және кішкене төмен қарай түсетін болсам, көріп отырғандарыңыздай, мына құрылғылардың барлығы осы процессорды пайдаланған. Және де Intel компаниясының 8808 микропроцессоры бұл процессордың да тарихта алатын орны өте ерекше. 8 биттік процессор болып саналады. Және көріп отырғандарыңыздай, шыққан мерзімі 1979 жыл. Біз қазір осы қарапайым процессорлардан бастап танысуды бастаймыз, яғни осы процессорлармен танысамыз. Одан соң олардың жұмыс істеу режимі қалай іске асады және қалай жұмыс жасайды, сол архитектураны жалпы түсінеміз. Ол үшін бізге кішкене фантазияны қосу керек және абстракция жасауымыз керек. Енді көп жағдайда осы шын өмірде көре алмайтын жағдайлар болады. Алайда біз сабақтың соңында мен осы процессордың шын өмірде де қалай қолданылатынын көрсетуге тырысамын. Енді сіздер былай елестетіңіздер, яғни осы процессор бір қорапшаның ішіндегі адам деп есептеңіздер. Яғни бұл адам, осы процессорды адам деп санаймыз, және бұл адамның есептеу қабілеті өте керемет. Яғни бұған 1 секундтың көлемінде бірнеше мыңдаған есептерді қосу, бөлу, алу, яғни сандармен көптеген операция жасай алады. Енді біз процессорды осындай адам деп алатын болсақ, және ол қораптың ішінде деп алатын болсақ, онда бізде әрине осы процессормен байланыс жасау керек, яғни осы адаммен байланыс жасау керек. Біз оған ақпаратты қалай береміз? Оны мен төменгі слайдқа түсетін болсам көреміз. Яғни көріп отырғандарыңыздай, осы процессор дайын тұрады. Және мына жердегі көріп отырғандарыңыз, бұл осы процессормен байланыс жасауға мүмкіндік беретін шиналар. Енді сіздер қазір төменгі слайдқа түскен кезде мен түсініктіреу болады. Яғни қараңыздар, мына жерде байқап отырсаңыздар, 8 лампаның суретін көреміз, яғни 8 шинаның контактісі немесе байланысы келіп тұр. Ал мына жердегі лампаларға әзірге назар аудармаңыздар. Енді қараңыз, процессордың алдында тұратын осы қораптағы адаммен, яғни процессормен байланыс жасауға мүмкіндік беретін шинаны ол сыртқы деректер шинасы деп атайды. Яғни ол ағылшын тілінде external data bus. Қарап отырсаңыздар, мына жерде көріп отырған 8 лампаны біз қораптың ішінен көреміз. Ал басқа 8 лампа біз сырттан басқаруға мүмкіндік болады. Яғни қарасаңыздар, біз мысалы сырттан тұрып осы лампаның үшіншісін жақсақ, онда қораптың ішінде де үшінші лампа жанады. Яғни біз сырттан осы лампаны жаға отырып, іштегі процессормен байланыс ұйымдастырамыз. Яғни мына жерде көріп отырғандарыңыздай, арасында микросхема арқылы байланыс ұйымдастырылады, және де біздің процессор, іштегі адам осы лампаның жанғанын көреді. Бұл жердегі 8 лампаның таңдап алынуы да жай емес, себебі 8 биттік ақпаратты өңдеу осы 8 шина, 8 яғни битпен жүреді деп айта аламыз. Енді сіздерге бит және кішкене түсініксіз болса, оны мен бөлек сабақта жазып кетемін. Яғни қарап отырсаңыздар, binary деп айтып жатамыз, және binary дегеніміз ол екілік санақ жүйесі. Және екілік санақ жүйесін осы компьютер, процессор өте тамаша түсінеді. Екілік санақ жүйесі дегеніміз не? Ол мысалы 0 немесе 1 деген мағына, немесе бар, немесе жоқ, немесе өшірулі, немесе қосулы. Қарасаңыздар, мына жерде жаңағы 8 лампаны, мысалы ол жерде егерде қандай да бір ток болса, вольт болса, немесе бір сигнал түрі болса, ол жерде яғни 1 бар деп есептесек болады. Яғни ол жерде қандай да бір мән бар. Ал егер ол жерде ешқандай сигнал болмаса, немесе ол жерде ешқандай вольт болмаса, немесе ол жерде қарапайым кеңістік болатын болса, онда оны 0 деп алуға болады. Яғни жалпы компьютер, процессор тек қана осы екі ұғымды түсінеді. Яғни ол жерде не бар, не жоқ. Немесе 1, немесе 0 деп алсақ болады. Яғни осы процессордың
осы адамның жұмыс жасайтын мағлұматы мәні тек қана 0 мен 1-ден тұрады. Енді мен төмен қарай слайдқа түсейін және ол жердегі ақпаратты көрейік. Яғни сіздер бұл жерде көріп отырсаңыздар, біз қосымша тағы да 32, яғни бұл жерде 16, одан соң 32, мысалы 48, 64 лампаны көруіміз мүмкін. Яғни бұл жердегі лампалар не? Бұл лампалар, яғни процессордың ішіндегі регистрлар. Яғни сіздер қарап отырсаңыздар, бүгінгі заманауи үлкен дамыған процессорлардың ішінде мыңдаған, миллиардтаған өте көзге көрінбейтін, яғни нанотехнология регистрлардың саны өте шексіз десек болады. Ал енді алғашқы процессорда, мысалы қарапайым тілмен алатын болсақ, мысалы ол жерде бастапқы негізгі 4 регистр болды. Және ол регистрлер AX, BX, CX, DX деп аталды. Және бұл атауды регистрлерге Intel компаниясы берді. Яғни бұл регистрлер не үшін қажет? Регистрлер осы процессордың ішінде болады. Яғни ол осы процессордың бір айнымас бір бөлігі. Және осы регистрлерді пайдалана отырып, біздің процессор есептеу мәліметтерін жасайды. Яғни процессор осы, яғни бар, жоқ, немесе 1, 0 мәндерін қолдана отырып, барлық есептеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни қарап отырсаңыздар, осы адамды, процессорды өте жоғары деңгейдегі калькулятор деп айтсақ та болады. Және бұл жердегі мәндермен қалай жұмыс жасайтын, болашақта үлкен IT маман болған сайын, және осы сабақтың ары қарай барысында сіздер көбірек түсінуге, яғни мен көбірек түсіндіруге тырысамын. Енді қараңыздар, яғни біздің процессорге жұмыс жасау үшін осы регистр қажет, және бізге сыртқа байланыс жасайтын сыртқы деректер шинасы. Енді және тағы бір өте маңызды нәрсе, бұл жерде clock деп аталынады. Яғни clocking ол процессордың тақтылық жиілігі. Қарап отырсаңыздар, осы процессордың ішінде қандай да бір осы сырттан тағы да сигнал алады, және оны clocking деп атайды. Процессордың тақтылық жиілігі не деген сұраққа осы қазақша Wikipedia парақшасына сұрақты қояйық. Яғни Wikipedia парақшасына келемін, және осы жерде CPU-ды теріп іздеп көрейік. Және мен кішкене төмен қарай түсемін. Қарап отырсаңыздар, процессордың жиілігі, яғни процессордың тақтылық жиілігі разрядтылықтан басқа деп жазған екен. Яғни мына жердегі мағлұматты оқып кетейік. Процессордың разрядтылығы сыртқы шина арқылы процессорға ақпарат түсіреді, яғни мәліметтер және командалар дейді. Қарап отырсаңыздар, біздің жаңа айтқанымыз, біздің іштегі адам, яғни процессор, осыған сыртқы шина арқылы не түседі? Әрине командалар, ақпараттар түседі. Енді бұлар арифметика логикалық құрылғыларда өңделеді дейді. Яғни ол біздің регистрда өңделеді. Яғни мынау ең қарапайым процессорды алатын болсақ, осы регистрларда біздің адам, яғни есептеу жұмыстарын жүргізеді. Және де процессордың схемаларының разрядтылығы қаншалықты көп болса, соншалықты ақпаратты тез өңдейді дейді. Яғни бүгінгі таңда осы біз көріп отырған 8 биттік разрядтылық болса, одан кейін 32 және заманауи 64 биттік технологияны, яғни компьютердің разрядын, процессордың разрядын көреміз. Енді процессордың разрядтылығынан басқа тағы да өте маңызды қызмет атқаратын ол тактылық жиілік дейді. Және де тактылық жиілік ол мегагерцпен есептеледі. 1 мегагерц ол секундына миллион такт болып саналады дейді. Мысалы 100 мегагерц секундына 100 миллион такт болып есептеледі дейді. Бір тактыда процессор қандай да бір фрагментті есептейді. Сондықтан тактылық жиілік қаншалықты жоғары болса, процессорға түскен мәліметтерді соншалықты жылдам өңдеп беретін болады дейді. Яғни қарасаңыздар, осы процессордың жылдамдығын анықтайтын тағы бір өте маңызды процесс ол процессордың тактылық жиілігі. Яғни қараңыздар, мына жерде қандай да бір сигнал ойнаса, міне көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде тактылық жиілік, яғни 1-2 рет ойнаған кезде осы компьютер біздің процессор жұмысты есептеуге кіріседі. Енді сіздерге оны жалпы түсінікті болу үшін, қалай жұмыс жасайтынын көру үшін кішкене төмен түсейін, және де бұл жерде көретініміз кодбук, яғни бұл инструкция деп айтсақ болады. Мысалы қарасаңыздар, 80-88 процессоріне арналған, сыртқы шинаға арналған кодбук дейді. Және мынау мысалы, енді қараңыздар, бізде осы компьютермен, процессормен сырттан және іштен екеуміз не есептейтінімізді және қандай нәтиже алатынымызды түсінуіміз керек қой. Сондықтан қараңыздар, мысалы біз сырттан мысалы 3-ші лампаны жақсақ, ол процессорға не мағына береді? Яғни процессорға біз қандай да бір команда беруіміз керек. Ал егер де біз мысалы 3-ші және 5-ші лампаны жағатын болсақ, ол кезде процессор не істейді? Ал егер де біз 1-ші және соңғы лампаны жағатын болсақ, онда процессор не істейді? Яғни осындай бізде компьютерге беретін инструкция болады. Ал осы инструкцияны программалайтын болсақ, ол әрине бағдарламалау тілінде жазылады, және оны
былайша айтқанда source code деп айтып жатамыз, яғни қайнар-көз код. Мысалы қараңыздар, мына жерде процессор жазылған екен, бірінші лампа жанып, қалған лампаның бәрі өшіп тұрса, келесі қатар сан деп қабылда дейді. Яғни біз мына адамға айтамыз, егер де мына лампаның тек біріншісі жанып тұратын болса, онда сіз былай қараңыз. Яғни бұл жерде келесі сізге берілетін ақпарат ол сан, және оны сіз AX регистріне қойыңыз деген ақпарат береміз. Яғни мына жерде AX регистріне осы біз сізге келесі беретін санды осы жерге жағып орнатып қойыңыз дейміз. Одан соң, егер де сізге бірінші лампа және төртінші лампа жанып тұратын болса, қалғандары сөніп тұратын болса, онда тағы да келесі қатар сан және оны сіз BX регистріне қойыңыз деген процессорге нұсқаулық беріп отырмыз. Яғни біз айтамыз, бірінші лампа мен төртінші лампа жанған жағдайда сізге сырттан тағы да сан келеді және сіз оны BX регистріне орнатыңыз деп отырмыз. Енді ал егер де бізде бірінші лампа және үшінші, төртінші лампа жанатын болса, осы сізге берілген AX және BX регистріндегі сандарды қосыңыз және нәтижені AX-ке қойыңыз, яғни AX регистріне сақтап қойыңыз. Және егер де бірінші және екінші лампа жанатын болса, AX-тің нәтижесін EDB-ға қой, яғни бұл сыртқа шығаруға бізге мүмкіндік бер деп оған рұқсат беріп отырмыз. Және де мысалы лампаның барлығы сөніп тұрса, демек ол жерде 0 деген сан, лампаның барлығы соңғы, яғни лампа жанып тұрса 1 деген сан, сол сияқты ары қарай жалғасады. Енді сіздерге оқушылар тапсырма, яғни сіз қараңыздар, сіздің қолыңызда осы компьютермен сөйлесетін, яғни инструкция бар. Және қай лампаны жағу екенін сіздерге тапсырма, яғни түсінікті болып тұр. Енді сіздер осы жерде берілген, былайша айтқанда өте қарапайымдалған инструкцияны қолданып, 2 мен 3 санын қосыңыз. Және де сіз осы кодты жазып шығыңыз. Яғни сіз код жазатын болсаңыз, осы адамға, процессорға, яғни нұсқау беретін болсаңыз, сіз оны кодты қалай жазатын едіңіз. Және осы сіздің берілген ақпаратыңыз, яғни нәтижеңіз менікімен сай келе ме, соны қарастырыңыз. Жарайды, олай болса мен өзімнің есебімді шығарайын, яғни қараңыздар, мен де осы шешімді шығаруға тырысып көрейін. Яғни біз оған қандай рұқсат береміз? Бірінші бізде жағдай, бізде берілетін сан екенін нұсқауымыз керек. Яғни біз оған былай тапсырма береміз. Келесі қатар бізде сан, сондықтан сіз оны AX регистріне қойыңыз. Олай болса мен мына команданы аламын және компьютерге жіберемін. Енді келесі мәселе бізде, яғни қосу саны, демек мен компьютерге қандай тапсырма берем? Демек мен оған жоқ, бұл жерде қосу амалын бірден орындай алмаймын. Яғни маған 2 санды бірінші беру керек, одан соң барып қосу керек. Яғни мен оған айтамын, келесі сізге беретін менің тағы да сан. Кешіріңіздер, дұрыс айтасыздар. Яғни қараңыздар, мен де кішкене шатасып отырмын. Дұрыс айтасыздар. Компьютер бұл өте, яғни былайша айтқанда ол темір екенін ескеруіміз керек, және ол біз сияқты логикалық ойлау қабілеті жоқ. Біз оған, яғни нұсқаулықтарды өте анық беруіміз керек. Яғни келесі сан дегендіктен біз оған келесі санды беруіміз керек. Яғни бізде келесі сан қай сан? 2 сан. Демек біздің жауабымыз мынау болады. Яғни мен көшіріп аламын және де осыны команда ретінде беремін. Яғни қараңыздар, демек мен бірінші мына команданы, одан соң 2 санын бердім. Енді менің беретін командам мынау болады. Яғни мен оған айтам, келесі сан бізде берілетін ақпарат ол сан, сен оны BX регистріне қой. Және одан кейін біз керек санды береміз. Яғни бұл бізде 3 саны, демек біз мына ақпаратты, яғни осылай беруіміз керек. Қазір шатасып кеттім. Яғни мен мына жерге қоямын, беремін. Және де 2 нәтижені қос, және оны AX санына қой дейді. Яғни 2 санды алдық, енді оны біз AX-ке қосу нәтижесін шығаруымыз керек. Енді келесі қарайтын болсақ, яғни енді бізде осы нәтиже бар, және осы нәтижені біз енді шинаға шығаратын болсақ, яғни біз қайтадан осы жауапты шинаға қойып, ары қарай мониторға шығару жағын біз қарастырмаймыз. Алайда шинаға, сыртқы шинаға беру керек болса, онда осы команданы береміз. Яғни біз қалай жасаймыз? Демек біздің инструкция былай. Яғни бірінші кезекте біз бірінші лампаны жағамыз, барлығын өшіреміз. Одан соң 7-ші лампаны жағамыз, барлығын өшіреміз. Одан соң көріп отырғандарыңыздай, барлық осы лампаны жағу және өшіру арқылы біз процессормен байланыс ұйымдастырамыз. Және де процессор осы біздің берген ақпараттарды өзінің регистріне қойып, яғни A регистріне, одан соң B регистріне қояды. Және осы екеуінің арасында
есептеу жұмыстарын жүргізеді және нәтижесін қайтадан AX регистріне қойып, ең соңғы команданы берген кезде осы сыртқы шина арқылы бізге нәтижені береді. Яғни бұл жерде көріп отырғанымыз өте қарапайым, ең төменгі деңгейдегі есептеу болып көрінеді. Алайда компьютердің жылдамдығы өте керемет. Яғни қараңыздар, біз мысалы берген осындай қарапайым командадан ол қаншауын орындай алады. Яғни бұл жерде осы тактылық жылдамдық деп отырғанымыз, яғни қарасаңыздар, бүгінгі замандағы компьютерлер 2-3 ГГц жылдамдығында келеді. Яғни біздің берген осындай қарапайым команданың 1 секунд ішінде мысалы 1 ГГц жұмыс жасайтын процессор 1 миллиардын орындай алады. Көріп отырғандарыңыздай, бұл өте үлкен сан, яғни біздің берген кішкентай сандарымыз мысалы өте қарапайым болса, осындайдан 1 миллиард келген команданы, яғни инструкцияны процессор алдын ала программалап жасалынып қояды әрине. Одан соң ол есептеу жұмыстарын өте жылдам орындайды. Сондықтан компьютердің шынын айтқанда дамуы және де бүгінгі таңда осы қолданылуы, ол бүкіл технологияны, адамзатты алға дамыту үстінде деп айтсақ болады. Және бұны жасақтаған, оны көптеген жаңағыдай архитектурасын, дизайнын жасаған және де оның дамуына үлес қосқан адамдардың еңбегі өте орасан екенін айту керек. Енді ары қарай процессордың сыртқы әлеммен қалай байланыс жасайтынын қарастырайық. Яғни ол мониторға қалай кетеді, басқа да компьютердің құрылғылардың, яғни бөлшектермен қалай қарым-қатынас жасайды деген сұраққа келейік. Себебі процессорды бірден айта кету керек, ол өте мықты есептеу құрылғысы болғанмен, ол жерде сақтау қабілеті өте шектеулі. Әсіресе осы алғашқы процессорларда мүлдем сақтау қабілеті болмады. Ал енді бүгінгі таңдағы заманауи технологияларда, яғни заманауи процессорларда кэш жады пайда болып, және ол қолданыста, ол туралы кішкене кейінірек тағы айта жатармыз. Енді қараңыздар, мысалы процессор жалпы жұмыс жасау барысында осы сыртқы құрылғылармен жұмыс жасайды. Оны қазақ тіліндегі Википедия парақшасынан да көрсек болады. Қараңыздар, мысалы процессор өзінде ақпаратты, яғни өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін жаңағы бірінші регистрлеріне қарайды. Егер де ол жерде ешқандай ақпарат болмаса, онда бірінші деңгейдегі кэш жадына түседі. Яғни кэш жады деп отырғанымыз бұл заманауи қазіргі дамыған процессорларда бар жады. Егер ол жақта болмаса, екінші деңгейдегі кэш жады немесе үшінші деңгейдегі кэш жадына түседі. Енді бұл жерде ақпарат табылмаса, ол ақпаратты оператив жадыдан, яғни бұл енді оперативная память деп айтып жатамыз, немесе random access memory, яғни осы оперативті жадыдан сұрайды. Егер де оперативті жадыдағы іздеген мағлұматы болмаса, онда әрине қатқыл дискіге сұраныс жасайды. Алайда бірден айта кететін жайт, процессордың жылдамдығы өте жоғары. Яғни көріп отырсаңыздар, мысалы Intel 8088 процессорының өзінің көріп отырғандарыңыздай тактылық жиілігі 5 МГц пен 10 МГц арасында болды дейді. Яғни мысалы бұл 5 миллион герц. Бұның өзі өте жоғары жылдамдық, және бұндай жылдамдықта жұмыс жасайтын қатқыл дискі жоқ екенін бірден айту керек. Алайда бүгінгі заманда және сол кездің өзінде ойлап табылған құрылғы осы процессордың жылдамдығына жақын жылдамдықта ақпаратты беретін және оны қабылдай алатын құрылғы, әрине сіздер білулеріңіз керек, ол жедел жады. Яғни оперативті память, random access memory, бұл осы процессорге керекті ақпаратты бере алады және ол жақтан қабылдай алады. Яғни біз былайша айтқанда осы жедел жады мен процессордың арасында қандай да бір шиналық байланыстың бар екенін бірден түсінеміз. Яғни ол қалай? Мысалы процессор мен оперативті жадыны пайдалану үшін әрине сыртқа шығару шинасын соссақ болады. Яғни ол процессордан келеді және де барып біздің осы жадыға қосылады. Және бірден осы жердегі суретті талқылап кетейік. Яғни көріп отырғандарыңыздай бұл бізде жедел жады және ондағы ақпараттар. Және көріп отырғандарыңыздай бұл жерде әр битті 8 талдан бөлген. Яғни 8 бит ол бізде 1 байтты құрайды. Және процессор мен осы жедел жадының арасындағы байланыс ұйымдастыру байттың көмегімен іске асады. Яғни алғашқы процессорларда мысалы 8 бит немесе 1 байт көлемінде ақпарат алмасу жүріп отырған. Және бұл жерде осы процессорге қажетті ақпаратты тез және де жедел жадының кез келген бөлігінен әперетін құрылғы, оны қамтамасыз ететін процессор, яғни тағы да кішкентай чип, ол чипті жады контроллері немесе memory controller chip деп ағылшын тілінде айтып жатады. Яғни көріп отырғандарыңызда мына жерде memory controller chip осы процессор мен
жедел жадының арасында орналасады және процессордың қажет еткен ақпаратын жедел жадының кез келген жерінен тез алып береді. Және де жедел жадында әрине оны табу үшін қандай да бір санақ жүйесіне келтіру керек. Яғни бұл жедел жады ақпараттарды өзінде Excel таблицасы ретінде сақтайды десек, мысалы қараңыздар, мына жерде көріп отырғанымыз бірінші қатар болады және екінші қатар. Сол сияқты мысалы тез алып беру үшін бізге қандай да бір инструкция керек. Ол қандай инструкция? Оны қадағалайтын бізде адрес шинасы, немесе ағылшын тілінде адрес бас. Яғни осы адрес бас қаншалықты үлкен болса, мысалы тағы да 8 болатын болса, 2-ның 8 дәрежесі, ол бізге тағы да бірнеше байтты қадағалауға мүмкіндік береді. Және де осы адрес бас, яғни адрестік шинаның бүгінгі заманауи дамуы бізге мысалы осы оперативті памятты жадыны да үлкейтуге мүмкіндік берді. Яғни қараңыздар, мысалы ең алғашқы компьютерлерде, ең алғашқы жедел жадында мысалы 1 килобайт ақпарат сақталған болса, ол мысалы ол жерде 1024 байттың бар екенін білдіреді. Яғни мынандай байттың ол жерде 1024-і бар. Ал бүгінгі замандағы мысалы гигабайттап өлшенеді. Яғни 1 гигабайт жадыда мысалы көріп отырғандарыңыздай 1 миллиардтан асатын ол жерде байттың бар екенін айтуға болады. Яғни қараңыздар, 1 гигабайтта 1 миллиардтан асатын байттар сақталынады. Енді ол мына жерде әрине оны битке шағатын болсақ тағы да өте көбейіп кететіні белгілі. Ал 1 терабайт ақпарат, яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, ол жердегі ақпараттың неліктен үлкен екенін өздеріңіз көз алдарыңызға елестетіп отырған боларсыздар. Енді біз келесі сабақта осы жедел жады туралы тағы да толығырақ ақпарат береміз. Олай болса, осы жерде кішкене процессордың қалай жұмыс жасайтынын және ол жердегі кейбір ұғымдарды түсіндіңіздер деген ойдамын. Яғни регистр деген не, және де тактылық частота, яғни тактылық жиілік деген не, және жадыда жұмыс жасау принципі. Енді олай болса, біз заманауи процессорларға тоқталайық және бүгінгі процессорлардың қандай ерекшелігі және қандай артықшылықтары бар екенін талқылайық. Заманауи процессорлерде бірнеше технологиялық өзгерістер, сондай-ақ жетілдірулер, инженерлік жетілдірулер болды деп айтсақ болады. Архитектурасында өзгеріс болды. Және бүгінгі таңда өздеріңіз білетін процессорлар көп жағдайда, мысалы Intel компаниясының осындай болып келеді. Енді AMD компаниясының процессорларын мысалы ретінде көретін болсақ, біреуін қарайық. Мысалы AMD процессоры өздерін осылай мысалы жарнамалаған екен. Әрине бұлар қораптан шығармапты өзінің құралдарын. Жарайды, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Өздеріңіз мысалы YouTube парақшасынан немесе басқа да интернет парақшасынан AMD процессорларын көре аласыздар деген ойдамын. Ал мен енді айта кететін болсам, бүгінгі замандағы процессорларда қандай өзгертулер болды. Мысалы, ол жерде clock multipliers, яғни бүгінгі замандағы процессорлардың тағы да тактылық частота, яғни тактылық жиілігін жоғарылату, үлкейту өте маңызға ие. Яғни ол жерде мысалы бір айналымда 1 герцтің ішінде мысалы бір қандай да бір операция орындалады десек, онда көптеген гигагерц болған сайын әрине ол жердегі 1 секундтың ішінде орын алатын жұмыстың да саны асатыны белгілі. Білесіздер ме, менде осы қазір компьютерде бір арнайы программа бар, мысалы CPU-Z деп аталынатын программа, және оны сіздерде жүктеп алсаңыздар болады. Сондай-ақ менің Windows компьютерімде, яғни Intel компаниясының процессоры орнатылған, оны да біз қарастыра аламыз. Мысалы қараңыздар, менің компьютерім және бұның ерекшеліктері. Соның ішінде құрылғыны басқару, және бұл жерде осы менің процессорымды көре аламыз. Яғни қарап отырсаңыздар, менде Intel компаниясының Core брендінің i5 деп аталынатын нұсқасы қойылған. Соның ішінде 9-шы буын болу керек. Енді көріп отырғандарыңыздар, бұл жерде тактылық жылдамдығы 2-4 гигагерц, яғни өте үлкен жылдамдық. Және бұл жерде көріп отырғандарыңыздар, яғни 8 ядро, 8 core. Енді бұлай жасайық, яғни мен жаңа айтып кеткен CPU-Z бағдарламасы осы процессор туралы көбірек толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік береді. Менде 64 биттік операциялық жүйе орнатылған, яғни көріп отырсаңыздар, Windows 10 Pro 64 биттік операциялық жүйе, және де менде 16 гигабайт осы жедел жады орнатылған. Енді мен CPU-Z бағдарламасын жіберейін. Біздің алдымыздан осы заманауи процессор шығады. Яғни қарап отырсаңыздар, Core i5 Intel процессоры, және де мына жерде атын көреміз. Бұл жерде сондай-ақ code name, яғни кодталған аты Coffee Lake деп аталынады екен.
Енді біздің сабақтағы слайдқа кішкене қарайық. Яғни clock multiplier деп отырғанымыз не деген сұрақ туындаса, төмен жаққа түссеңіздер, мысалы осы процессордың жылдамдығы, яғни көріп отырғандарыңыздай бірнеше мың мегагерц көлемінде өтіп жатыр. Және төмен жағында multiplier, яғни бір арнайы чиптер, арнайы бір бағдарлама, сондай бір дизайнда өзгеріс жасап, оны жоғарылатып отыр. Соның арқасында бұл жерде жылдамдық одан сайын арта түсуде. Төмен жағында көріп отырсаңыздар, осы шина жылдамдығын келтірген екен, және шина жылдамдығы, мысалы, менде қазір көп операция жұмыс алмай отырғандықтан, мысалы, 100 мегагерц жылдамдық көлемінде болып отыр. Және бұл жерде көріп отырғанымыз біздің Core 0, яғни біз бір ғана осы жерде ядроны қарап отырған сияқтымыз, ал бізде жалпы саны 4 ядро бар, ал thread, яғни ағымдар саны 8. Енді thread дегенді кішкене өздеріңіз интернеттен іздеп қарайсыздар деген ойдамын. Қазір түсіндіріп жатпай ақ қояйын. Сондай-ақ бізде қарасаңыздар, бүгінгі заманауи процессорлардың көбісі 65 биттік процессорлар, яғни қазіргі заманауи процессорлардың түбінде, мысалы, көріп отырғандарыңыздай мынандай контактты жасайтын тістері бар. Және осы жерде жалпы ақпаратты өңдеу разрядтылығы биттігі ол 64 бит болып келеді. Және екі санының 64 дәрежесі ол өте үлкен сан болып шығатынын айтуға болады. Яғни көріп отырсаңыздар, бұл жерден біз қазір қараймыз. Жарайды, бұл жерде қанша бит екені жазылмаған екен, алайда маған сенсеңіздер болады. Бүгінгі замандағы барлық шыққан соңғы процессорларды ол 64 биттік есептеу жұмысында, разрядтылығында жұмыс жасайды. Сондай-ақ қазіргі заманауи процессорларда виртуализация технологиясы бар, және виртуализация дегеніміз ол бүгінгі заманауи өте дамыған, қарқынды дамыған технологияның бірі, және оның қолданысы өте жоғары. Мысалы, менің компьютерімде VMware компаниясының VMware Workstation деп аталынатын бағдарламасы бар. Яғни бұл бізге қандай мүмкіндік береді? Осы Microsoft операциялық жүйесін қолдана отырып, оның үстінен тағы да қосымша операциялық жүйелер орнатуға және жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни қарасаңыздар, бұл жерде менде VMware қазір өкінішке орай басқа операциялық жүйе орнатылмаған, алайда мен кез келген сәтте жаңа виртуалды машина жасап, және осы жерде бір қандай да бір операциялық жүйені, мысалы Windows, немесе Linux, немесе Mac операциялық жүйесінің образын, яғни дискісін орнатамын, және менде бір компьютердің ішінде тағы да бір қосымша операциялық жүйе болады. Яғни бұл виртуализация технологиясы. Енді виртуализация туралы біз болашақ сабақтарда тағы да айтамыз. Келесі саты, мысалы, parallel execution, яғни параллельді түрде ақпараттарды өңдеу. Оған да мен қазір толығырақ тоқтамай қояйын, бірақ бір айта кететінім, осы қазіргі заманауи процессорларда көптеген жаңа айтып кеткендей ядро бар, сондай-ақ ол жерде ағымдар бар. Оның барлығы осыған арнайы жасақталған бағдарлама, операциялық жүйе болса, бізге параллельді тез өңдеуге мүмкіндік береді. Және бұны шынында байқауға болады. Мысалы, бүгінгі заманауи процессорлар бірнеше тапсырманы көріп отырғаныңыздай қатар орындайды. Мысалы, мен қазір осы сабақты жүргізумен қатар оны мысалы жазып отырмын, және бұл жерде басқа да жұмыстарды жүргізіп отырмын. Енді мультикор деп отырғаны жаңа айтып кеткендей біздің ядро саны, бұл да өте маңызды. Бүгінгі заманда, яғни бүгінгі таңда 12-18 ядролып ең үлкен жоғары деңгейде процессорлар қазір шығып жатыр. Сондай-ақ Integrated Memory Controller деген екен, яғни біздің жаңа айтып кеткен жадыны басқаратын құрылғысы, чипі осы кей жағдайда процессорлармен бірігіп жасалынады. Сондай-ақ Integrated Graphics Processing Unit, яғни бұл GPU, осы видеокартаны талап етпей, қандай да бір видеокарталық жұмыстарды өзі жасайтын, яғни integrated деп отыр, осы процессордың ішіне видеокартаның жұмыс жасайтын, жаңа мониторға шығару жұмыстарын өңдейтін мүмкіндік беретін процессорлар қазіргі таңда тағы да дамып отыр. Сондай-ақ security деп жазылған екен, яғни бүгінгі таңда процессорларда қандай да бір жаңағыдай вирустық басқа да атакалардан, яғни шабуылдардан қорғау мүмкіндігі өте жоғары. Енді бүгінгі таңдағы процессорлар ол осындай даму кезеңдерінен өтіп жатыр деп айтсақ болады. Бірақтан мысалы осы CPU-Z бағдарламасын қолданып тағы да ары қарай қарастырайық. Яғни қарасаңыздар, менің процессорым ол 14 нанометр технологиясын пайдаланған екен. Яғни бұл нанотехнология ол жердегі транзисторлардың, оның ішіндегі регистрлардың, яғни микроскоппен ғана көре аламыз деп айта аламыз. Ол жерде миллиардтаған осындай ішкі кішкентай бөлшектерден тұрады. Және де бұл процессордың жұмыс жасау, мысалы
вольт, яғни бұл жерде беріліп отырған тоқтың шамасы өте кішкентай екенін көреміз, және ол бір жағынан дұрыс әрине. Сондай-ақ бұл процессордың кішкене детальдары, яғни Intel Core i5 9 буын, мынау SQ, яғни бұл сондай қосымша ақпарат, яғни бұл тағы да берілетін қосымша мағлұматтар. H деген жазудың өзінің де тағы бір деталі бар. Оны сіздер официальный сайт, яғни ресми сайтына келіп қарасаңыздар болады. Мысалы H не мағына береді? High Performance Optimized, яғни бұл қарап отырсаңыздар, менде қазір қолданып отырғаным ноутбук, лаптоп жоғары жұмыстарды істеуге мүмкіндік береді деген сөз. Яғни бұл менің ноутбугым ойын ойнауға, немесе видеоны өңдеуге, сондай-ақ фото өңдеуге, яғни осындай өте ауқымды жұмыстарға арналып жасалған. Ол демек тамаша. Енді ары қарай қарайтын болсақ, бұл жерде family дейді, яғни бұның буыны отбасы 6 екен, моделі E дейді, экстра модель 9E дейді. Одан соң басқа мағлұматтар кішкене бізге маңызды болмауы мүмкін. Жаңа біз мына мағлұматтарды талдап кеттік, яғни ядродағы болып жатқан жылдамдықтар, ол жердегі мультиплайер және шинаның жылдамдығы. Сондай-ақ мына жерде кэш жадын көруге болады, яғни көріп отырсаңыздар, бізде кэш жады бұл жерде 3-ке дейін барады, яғни level 1, level 2 және level 3. Бұл жерде 3-ші деңгей. Енді әр деңгейдің өзінің жылдам, яғни көріп отырғандарыңызда жады әртүрлі, және ең кіші жады бұл level 1, яғни 1-ші деңгейде болады, және ол өте жылдам жұмыс жасайтынын айту керек. Одан кейін көретін ақпараттар, бұл жерде бізде компьютерде орналасқан жүйелік тақша, сондай-ақ жедел жады жайында екен. Олай болса біз оны келесі сабақтарға қалдырайық. Осымен процессорды талдауды біз әзірге тоқтатамыз деген ойдамын. Және сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, егер сабақ ұнаса, лайк нүктесін басуды ұмытпаңыздар. Және келесі сабақта ары қарай талдаймыз, жалғастырамыз. Осы CompTIA A+ сертификатында қаралатын мәселелер, сондай-ақ компьютерлік терминологиялар мен технологияларды танысуды жалғастырамыз.